Ассалаумағалейкум достар. Рамазандағы үшінші қатынасушымызды да бүгінге шақырып едік. Қазір сеанстан алдын сол мамасынан және өзінен азырақ пікірлерін естеміз. Қандай мәселе болып жатыр бізде? Қызымда қорқушылық бар. 7 жасынан 6-7 жасына қорқушылық бар. Содан кейін азмы заниканиясы бар. Өзі мынандай қатарына қосылмайды. Қатарына жаңағы өзін алып қаша береді да, қатарына қосылмай. Сол қорқу не заттан басланды? Сол қорқу сол крисадан қорыққан шығар деймін, сол крисадан басланды ғой әйтеуір. Қорқыныш бар да, жүрегінде бар. Окей. Қыздың өзінен азырақ пікірлерін естіп алайық. Сол не заттардан қорқу бар? Сол жаңағы адамдармен сөйлесуден ұяламан. Көп адамдармен сөйлесуден балалардан қорқаман. Сөйлегенде. Балалармен ұлыма не қылмайман. Отношение қылмайман. Сол болған. Және басқа үйде, көшеде қандай сезесіз өзіңізді? Үйде әрқайын, көшеде ұяламан адамдардан. Ұлыма не қылмайман. Сөйлемеуге тырысаман. Басқа заттардан қорқу бар? Қараңғыдан, бейкіліктен дегендей. Қараңғыдан қорқаман. Түнде жалғызғанды. Жалғыздықтан. Мünәсәбәтләрдә, характерде қандай мәселелер бар? Характерде жоқ. Енді не заттарды өзгерткіңіз келеді? Заттан. Өзіңізде, өміріңізде не заттарды өзгерткіңіз келеді? Сөйлеп кетуімнен, адамдармен жақсы араласқым. Солар. Окей. Енді көріп отқан адамларға да мағлұмат үшін айтып кетейік. Заикание психологический, неврологический болады. Психологический жаңағы әртүрлі қорқудан. Неврологический болса, адам миының сөйлеуге байланысты тәрепі, миының сөйлеуге жауап беретін тәрепі кеш рауажлануы мүмкін, или рауажламауы мүмкін, әркімде әртүрлі. Егер психологический жақтан тәсірден болса, егер заикание психологик проблемалар шешілгеннен кейін кетеді. Егер неврологический болса, қосымша неврологический лечение алу керек болады. Әртүрлі аппаратлар бар, нелер бар. Енді әзір бұның жағдайын анық білмегеннен кейін алдына біраз айта алмаймыз. Әзір сеанслар бастаймыз, иншаллах, сеанстан кейін және бір жағдайын көреміз. Болды ма әлсі бастаймыз әзір. Достар, әзір сеанс таусылды. Үшінші қатынасушыдан пікірлерін сұраймыз. Қандай сезім отырсыз? Өзімді жақсы ұялып жатқан жоқпын, адамға қарағанда. Бағана біртүрлі ауыр сезім атқан деп отырсыз, қандай? Жақсы. Мұндай зат жоқ. Жеңіл ма, ауыр ма, қандай? Жеңіл. Көз қарасы қандай алдыңғыдан көре әзір? Жақсы. Заттардан қорқу бар? Әзір жоқ, бірақ қорқу. Заттардан ұялу бар? Ұялмаймын. Көп адамлардың алдына бара аласыз ба әзір? Алдын неге бара алмайтын едіңіз? Алдын ұялатын едім, бара алмайтын. Әзір? Қазір бара аламын. Және заттардан ұялып қысылуға болатын еді? Қай жерлерде қолайсыз сезімдеріңіз? Адамдар көп бар, көп адам бар жерлерде. Қазір ондай жоқ. Окей, түсінікті. Жұмақ қандай болатыр әзір? Әзір жақсы өйтіп емес. Қорқыныш емес. Апа, сеанс таусылды әзір, көрдіңіз қызыңызды. Қандай пікірдесіз? Жақсы. Есіктен қорқпайман деп жатырды. Алдын қайтып жүретін еді? Алдын нервштетіп, не қылатын еді да. Қайдым, әзір есіктен қорқпайман деп отыр. Сеанстан кейін көреміз және. Бір сеанста хамезат шешіліп қалмайды да. Соның үшін Құдай қаласа
және бір сеансқа айтамыз, қызыңыздың жағдайына қарап. Бірақ әзірдің өзінде көп затлар үстінде істеленді, бірақ бір сеанс бір өмірлік проблеманы жетпейді да шешуге. Окей. Мына сол видео Инстаграмға шығатынын білесіз. Өзіңіз хабарыңыз бар ғой? Ертең артысына кәп сөз болмау үшін тасиқлатып алып жатырмыз да. Және құдай қаласа кейінгі сеанста пікірлер, өзгерістер болса, және өзіне естеміз да қызды. Жақсы. Онда бүгінше болады. Болады, рахмет, шаршамаң. Не дейміз? Әйтеуір қызларымыздан жақсы болған өздерімізге жақсы ғой. Әйтеуір сол стресстен неден шықса болады. Рахмет.